Бұқара алаңдаулы қазақстандықтардың дербес дерегін көпке жария еткен кім? Азаматтардың аты жөнмен бірге 16 миллион жазбасы желіге тараған. Мұны кибер шабуылды талдау және зерттеу орталығы растап отыр. Алаяқтар бұл деректерді қалай қолдануы мүмкін? Тілшіміз Инара Барсақбаева айтып береді. 16 миллион қазақстандықтың дербес дерегі желіде рұқсатсыз тараған. Азаматтардың толық аты жөні ғана емес, жеке сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері, телефоны, мекен-жайы және басқа да ақпараттар интернетте жарияланған. Техникалық ақаулар, жаңағы әзірлеушілер бір қате жіберіп, яғни ақаулықтар жасаса, сол арқылы жеке деректерді шығарып алуы мүмкін алаяқтар. Екінші бір себеп бұл адами фактор. Яғни жаңағы айтқандай нысаналы шабуыл жасап, сол бір ұйымды жасайтын адам арқылы деректерді шығарып алуы мүмкін. Алаяқтар бұл деректерді нысаналы шабуыл жасауға қолдану мүмкін. Яғни сіздің жеке деректеріңізді біліп, олар таргетті түрде сізді көздеп, арнайы шабуылдар жасап. Жеке мәліметтердің қандай ақпарат көздерінен алынғаны әзірге белгісіз. Ақпараттық қауіпсіздік комитеті тексерісті бастады. Таралған деректер жеке компаниялардың, микроқаржы ұйымдарынан алыну мүмкін, себебі бұған дейін осындай жағдай болған. Ал мемлекеттік органдардың базасына хакерлер шабуылдамағанын алға тартады мамандар. Мемлекеттік ақпараттық жүйелерден дербес деректердің таралуы немесе хакерлік шабуылдар нәтижелері тіркелген жоқ. Тексеріс толық аяқталған дейін қандай да бір қорытынды жасау немесе ақпараттың шынайылығын растау әлі ерте. Егер азаматтың дербес деректер таралған мәліметтер арасында болған жағдайда ол туралы электрондық үкімет порталы, яғни e-gov арқылы жеке кабинетіне хабарлама жолданады. Иә, алаяқтар қазір кез келген мүмкіндікті қылмыстық мақсатта пайдалана алады. Ал таралып кеткен деректер олар үшін оңай олжа болуы мүмкін. Бұқара бұған алаңдаулы. Ақпараттың тез дамығаны заманында әлеуметтік желіде енді қауіпті жақтар бар енді. Бірақ біз сол нәрсемен күресуіміз керек сияқты меніңше. Сол жаңа алаяқтармен көбірек күресуіміз керек, оларға тосқаулдар көбірек қоюымыз керек. Любой приложение бір нәрсе кірген кезде, болмаса сайтқа кірген кезде телефон номеріңді жаз дейді, иінін сұрайтындар болады, иә. И сол жақтан данныйлардың бәрі кетіп қалады. Бұлардың бәрі жаңа хакер дейміз, солардың нелер ғой, жаңағы қулықтары, иә. Біз оларға наоборот жолды ашып беріп жатырмыз да. Ал дербес деректердің таралғаны туралы ақпаратты e-gov мобайл арқылы білуге болады. Биыл қосымшада Намат Куар сервисі іске қосылды. Оның көмегімен жеке мәліметтердің қауіпсіздігін тексере аласыз. Бұл келеңсіздіктен кейін енді алаяқтардың белсенділігі де артуы әбден мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Мамандар түрлі күдікті нөмірлерге мән беріп, тұтқаны мүлдем көтермеуге кеңес береді. Себебі алаяқтар мемлекеттік орган қызметкерлерінің атын жамылып, құрығына түсіруі мүмкін. Және жеке деректерге абай болу шарт дейді. Ең тиімдісі онлайн несиелерге e-gov қызметі арқылы шектеу қойған дұрыс деп кеңес береді. Инара Барсақбаева, Арман Бөкеев және Қайрат Ізбасаров, 7-ші арна.